Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың химиялық тепе-теңдіктің ығысу жағдайлары тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ. Химиялық тепе-теңдікті ығыстыру дегенді қалай түсінесіңдер? Бірінші сұрақтың жауабы. Химиялық тепе-теңдіктегі реакцияның жүру жағдайларының температура, концентрация немесе қысым біреуін өзгертетін болса, тепе-теңдік сол сыртқы әсерді әлсірететін реакцияның жүру бағытына қарай ығысады. Екінші сұрақ. Химиялық тепе-теңдікті ығыстыру не үшін қажет? Жауабы. Көптеген химиялық өнімдер қайтымды химиялық реакциялардың нәтижесінде алынады. Сондықтан, химиялық тепе-теңдік кезінде өнімнің шығымы қандай жағдайда артатынын білу үшін қажет. Үшінші сұрақ. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына қандай факторлар әсер етеді? Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына концентрация өзгерісі, қысым өзгерісі, температура өзгерісінің әсері деген факторлар әсер етеді. Төртінші сұрақ. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына өршіткі әсер ете ме? Жауабы. Өршіткілер тура реакцияның да, кері реакцияның да жылдамдығын арттырады. Сондықтан тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейді. Олар тек тепе-теңдіктің жылдам орнығуына қамтамасыз етеді. Яғни, бұл тепе-теңдікке әсер етпейді. Бесінші сұрақ. Берілген қайтымды реакцияларда температураның жоғарылауы, қысымның артуы жүйедегі тепе-теңдікке қалай әсер етеді? Бұл сұраққа жауап берместен бұрын сіздерге Ле Шателле Браун принципін түсіндіріп кетейік. Бізде тепе-теңдіктің ығысуына 3 фактор әсер етеді. Ол температура, қысым және концентрация. Температура әсеріне келетін болсақ, біз ең алдымен реакция теңдеуіне қарайтын боламыз. Егер реакция теңдеуінде температураны көтеріп, ол реакциямыз бізде минус Q, яғни жылуды өзіне сіңіріп тұратын болса, онда ол тепе-теңдіктің ығысуы солдан оңға қарай болады. Ал егер температураны көтеріп, бірақ жылу өзіне жылу бөліп тұрса, плюс Q болса, онда ол оңнан солға қарай болады. Ал егер де температураны төмендетіп, алайда реакция нәтижесінде реакциямыз біздің температураны өзіне сіңіретін болса, онда ол солдан оңға қарай болады. Ал егер температураны бөліп шығаратын болса, ол оңнан солға қарай ығысады. Келесі әсер бізде ол қысым болып табылады. Сіздер білесіздер, қысым тек қана газға ғана әсер етеді, ол қатты және сұйық заттарға әсер етпейді. Сонымен қатар қысымды жоғарылататын болсақ, бізде газдың көлемі төмендейді. Яғни, бұл жерде де реакция теңдеуіне қарайсыздар. Реакцияға қатысқан заттардың және реакциядан кейін пайда болған өнімнің көлемін салыстырасыздар. Қай жақтың көлемі көп болады, сол жаққа қарай ығысады. Және келесі, көлемді төмендеткен кезде бізде көлем ұлғаяды. Бұл жақта да дәл солай реакция теңдеуіне қарайсыздар. Қай жақта көлемі көп болады, сол жаққа қарай ығысады. Келесі әсер бізде концентрация әсері. Концентрация әсеріне мысал ретінде N2 қосылған H2 түзеді NH3 деген реакцияны алсақ болады. Бұл жерде егер де біз H2-нің концентрациясын жоғарылататын болсақ, ол бізде сол жақта тұрда, яғни ол әрекеттесуші зат өнімнің сол жағында тұрады. Яғни, ол өзіне қарама-қарсы бағытқа қарай ығысады, яғни солдан оңға қарай ығысады. Ал егер де дәл осы реакция, яғни N2 қосылған H2 қосылған түзеді NH3 болып, біз NH3-тің концентрациясын көбейтетін болсақ, арттыратын болсақ, ол бізде реакцияның оң жағында тұр, яғни өзіне қарама-қарсы бағыт сол жаққа қарай ығысады екен. Енді бізде 5-ші сұрақтың жауабы. А жағдайында температураның жоғарылауы әсерінен ол сол жаққа қарай ығысады, Ә жағдайында оң жаққа қарай, Б жағдайында сол жаққа,
В жағдайында оңға қарай ығысады. Келесі қысымның артуы жағдайында А да сол жаққа қарай, Ә де сол жаққа, Б да оң жаққа және В жағдайында ол өзгермейді екен. 6-шы сұрақ. Берілген қайтымды реакциялардың тепе-теңдігіне қысымның өзгеруі қалай әсер етеді? Бірінші жағдайда әсер етпейді, екінші жағдайда оңға қарай ығысады, үшінші жағдайда солға қарай ығысады, төртінші жағдайда әсер етпейді. 7-ші сұрақ. Қайтымды реакция теңдеуі мен осы реакциядағы тепе-теңдікті бастапқы заттардың түзілуі жағына ығысатын жағдайлар арасындағы сәйкестікті анықтаңдар. 7-ші сұрақтың жауабы. Бірінші жағдайда В нұсқасы температураны жоғарылату, қысымды жоғарылату. Екінші жағдайда Ә нұсқасы температураны төмендету, қысымды жоғарылату. Үшінші жағдайда Б нұсқасы температураны төмендету, қысымды төмендету. Төртінші жағдайда А нұсқасы температураны жоғарылату, қысымды төмендету. 8-ші сұрақ. Қайтымды реакция теңдеуі мен осы реакциядағы тепе-теңдікті өнім түзілу жағына ығысатын жағдайлар арасындағы сәйкестікті анықтаңдар. Бірінші жағдайда Ә нұсқасы температураны төмендету, қысымды жоғарылату. Екінші жағдайда В нұсқасы температураны жоғарылату, қысымды жоғарылату. Үшінші жағдайда Б нұсқасы температураны төмендету, қысымды төмендету. Төртінші жағдайда А нұсқасы температураны жоғарылату, қысымды төмендету. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.